Қазақстан тарихынан Қазақстан қайта құру кезеңінде бөлімі бойынша Қазақстан қайта құрудың бастапқы кезеңінде тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта кеңес үкіметі кезіндегі орын алған әлеуметтік-экономикалық проблемаларды анықтаймыз. Кеңес үкіметі кезінде орын алған әлеуметтік-экономикалық проблемалардың негізгі себептері мен нәтижесін түсіндіреміз. 20 ғасырдың екінші жартысында елде дағдарыстық ахуал тереңдеді. Оның негізгі белгілері саяси салада басшылықтың өзгерістерді жүзеге асыру қажеттігін түсінуге дәрменсіздігінен, қоғамдық өмірдің азаматтардың жеке өмірінің бір орталықтан басқарылуынан, партиялық және мемлекеттік функциялардың төрешілденуінен, заңдылықтың бұзылуы және жариялықтың болмауынан көрінсе, әлеуметтік салада халықтың тұрмыс деңгейінің нашарлауы, теңгермешілік, әлеуметтік әділеттіліктің жиі бұзылуы, ұлтаралық қатынастардың шиеленісуі, маскүнемдік, нашақорлық, ұрлық, парақорлық, жезөкшелік және сыбайлас жемқорлық, коррупция мен күнделікті тіршіліктің бұрмалануынан көрініс тапты. Ал экономикалық салада шаруашылықтың жүргізудің шығындық тәсілі, ғылыми-техникалық және технологиялық прогресте артта қалушылық, бақылаусыз басқару аппараты, инфляция және тауар зәрулігі болды. Кеңестік Қазақстанда 20 ғасырдың екінші ширегінде экономикалық реформалардың тиімсіз жүргізуі мына мәселелерді туындатты. Ол Сырдария суының ауыл шаруашылық мақсатқа тиімсіз жұмсалуынан пайда болған Арал апаты, Семей полигоны, тың игеруге және өндіріс орындарына жұмысшылардың басқа одақтас республикалардан ағылуы жергілікті халықтың пайыздық үлесіне қатты әсер еткен демографиялық мәселелерді, солтүстік облыстарда тың және тыңайған жерлерді игеруге көп жердің алынуы мал басының кемуіне алып келген және топырақ эрозиясы еді. 80 жылдардың бас кезінде Кеңестер одағының барлық республикаларында аса ауыр әлеуметтік-экономикалық жағдайлар қалыптасты. 1985 жылы наурыз айында Кеңестер одағы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас хатшысының қызметіне Михаил Сергейұлы Горбачев сайланды. Кеңестер одағы коммунистік партиясының орталық комитетінің 1985 жылғы сәуір пленумында әлеуметтік-экономикалық өмір мәселелерін жаңаша қарастыру әрекеті жасалды. Әлеуметтік-экономикалық дамуды жеделдету бағыты жарияланды. Сол кездегі саяси басшылық ары қарай жылдам дамуды, экономикалық өсу қарқынын төмендетпеу, негізгі күш-жігерді осы бағытқа жинақтау есебінен іске асыруды жоспарлады. Аталған бағыттар 1986 жылғы ақпанда болып өткен Кеңестер одағы коммунистік партиясының 27-ші съезінде одан әрі дамытылып мақұлданды. Партия өзін қоғамды жаңарту жолында елді соңынан ерте алатын нақты күш деп жариялады. Бұл кезеңде қоғамдық экономикалық өмірдің көптеген күрделі мәселелерін шешудің бұрынғы әдіс-тәсілдерін қолдану әлі де болса сақталды. Сондықтан әлеуметтік-экономикалық дамуды жеделдетуге бағытталған сәуір пленумы, одан кейінгі пленумдарда Кеңестер одағы коммунистік партиясы 27-ші съезі де КСРО-ны жақындап келе жатқан терең дағдарыстан құтқара алмады. Құтқара алмайтын да еді. Бұдан кейінгі оқиғалар жеделдету бағыты нақты және айқын бағдарламасыз, терең ойластырылған ғылыми тұжырымдамасыз қабылданғанын көрсетті. Қайта құру және партияның кадр саясаты туралы мәселе қараған Кеңестер одағы коммунистік партиясы орталық комитетінің 1987 жылғы 28 қаңтар пленумында партия мен бүкіл қоғам қызметінің басты мақсаты қайта құру болып табылатыны жарияланды. Жеделдету бағыты сияқты қайта құруда демократия көбірек болсын, заңдылық пен тәртіп көп болсын, патриотизм мол болсын, тағы да басқа механикалық көзқарастардың салтанат құруына әкеліп соқтырды. Халық шаруашылығындағы тоқырау құбылыстары әміршіл әкімшіл жүйенің қарама-қайшылықтары мен кемшіліктерінің салдары еді. Қайта құру кезінде
мынадай реформалар жүзеге асырылды. Сыртқы нарыққа шығу, сыртқы сауда көлемінің өсуі, жаңа банк құрылымын қалыптастыру, бірлескен кәсіпорындар құру, еркін экономикалық аймақтар құру, шетел инвестицияларын тарту. 1985 жылдан экономиканың бірқатар салаларын қамтыған қайта құру реформасы басталды. Кәсіпорындарға дербестік беріліп, шаруашылық есеп жүйесі енгізілді, кооперативтер ашылды. Қайта құрудың қазақ ұлтына үлкен пайдасы болғанын айтуымыз керек. Себебі осы саясаттың арқасында біз тарихи ақтаңдақтарды, ұлтшылдарды қайта таптық. Ұлттық және егемендік идеологиялар пайда болды. Шындығында, егер қайта құру саясаты болмаса, осының бәрі мүмкін ондаған жылдарға кейінге қалар еді. Және тағы үлкен бір жемісі ұлттық және мемлекеттік тәуелсіздігімізге қол жеткізді. Оқушылар, өздеріңізге ұсынылған материалдарды бекіту мақсатында сіздерге тапсырмалар әзірленді. Бірінші тапсырма: 1985-1991 жылдар аралығында Қазақстанның саяси экономикалық әлеуметтік даму жағдайын жіктеңіз. Ол үшін сізде кесте берілген және 5-6 тұжырым берілген. Сіздер берілген тұжырымдарды тиісті ұяшықтарға жіктеңіздер. Сәттілік! Рахмет. Енді жауаптарыңызды дайын жауаптармен салыстырып тексеріп көрелік. 1985-1991 жылдары Қазақстанның саяси жағдайына тән белгілер бұл КСРО-ның экономикалық жағдайына әсер еткен жаппай әскери қарулану әрекеті, орталық пен жекелеген республикалар арасындағы байланыстың үзілуі, КСРО-ның құрамындағы мемлекеттердің одақтан шығатындары туралы мәлімдеп, тәуелсіздік алуға ұмтылулары жататын болса, экономикалық саладағы жағдайға КСРО-ның экономикалық жағдайына әсер еткен жаппай әскери қарулану әрекеті, экономиканың техникалық жағынан артта қалушылығы тән. Ал КСРО-да ұлтаралық қақтығыстардың орын алуы әлеуметтік саладағы белгі болып табылады. Жақсы, енді келесі тапсырмаға назар аударалық. Яғни, алдарыңызда тұрған графикалық органайзерге қайта құру кезіндегі реформаларды жазып шығыңыздар. Сәттілік! Жақсы, тексеріп көрелік. Қайта құру кезінде жүзеге асырылған реформалар бұл сыртқы нарыққа шығу, сыртқы сауда көлемінің өсуі, жаңа банк құрылымын қалыптастыру, бірлескен кәсіпорындар құру, еркін экономикалық аймақтар құру, шетел инвестицияларын тарту. Менімше, сіздердің жауапта осы жауаптарға сәйкес келеді деп ойлаймын. Енді бүгінгі тақырыпты түсінбегеніңіз туралы конспектіңізге хат қалдырып, оны ортақ чатқа салуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.